Қарапайым өмірдің ұлы бейнесі. Ұрпаққа білім, ұстазға сенім. Деректі фильмдер жобасы аясына қош келдіңіздер. Бұл жобаның бірінші түсірілімін өзімнің тәлімгер ұстазым Төлекова Сафура Седуалы қызына арнағым кеп тұр. Төлекова Сафура Седуалы қызы 1973 жылы Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында дүниеге келген. Ол Өмірхан Байқоңыров атындағы Жезқазған университетін математика пәні мамандығы бойынша аяқтап, Тұран Астана университетінің менеджмент мамандығында магистратураны бітірген. Бірінші деңгейлі басшы, жоғары санатты математика пәнінің мұғалімі. Еңбек жолын 1994 жылы Қаражал қаласындағы кәсіптік мектепте информатика пәні мұғалімі ретінде бастаған. 2000 жылдары Жезқазған қаласынан қоныс аударып, 7-ші мектеп лицейінде математика пәні мұғалімі, әрі қарай директордың орынбасары ретінде қызмет атқарған. 2011 жылы Астана қаласына қоныс аударып, 54-ші мектеп лицейінде директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары ретінде, кейін Астана қаласының әкімдігінің оқушылар сарайында директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары ретінде, 2015 жылдан бастап Нұрсұлтан қаласының әкімдігінің Әлихан Бөкейханов атындағы 76-ші мектеп лицейінде директор болған. 2021 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінде мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасының орынбасары болған. 2022 жылы Ұлытау облысының білім басқармасының басшысының қызметінде болды. 27 жылдық білім беру тәжірибесі, 21 жылдық басшылықта, реформаларда, жаңғыруда, бәрінің ортасында ол болды. Бірақ ол ортасында болдым деп ешқашан айтпады. Айтып жатқан біз, шәкірттері, ізбасарлары, әріптестері. Сафура Седуалы қызы туралы айтсам, ол кісіні бұрын Жезқазған қаласындағы 7-ші мектепте жұмыс істеп жүргені естуім бар тұғын. Нақты көзбе-көз көру, ол кісіні осы облыстық, өзіміздің Ұлытау облысының білім басқармасын басқарып келгеннен бастап біліп, танысып, етене жақындастық. Сол уақытта жаңадан құрылған Ұлытау облысының білім басқармасын басқару деген әрине оңай шаруа емес. Өйткені бәрін жаңадан бастау керек, жаңадан қалыптастыру керек. Соның бас қасында жүріп, ол кісі көп еңбек сіңірді деп толық айта аламыз. Тікелей мектеп басшыларымен, ұстаздармен, осы облыстың 3 қаласы, 2 ауданның жалпы ұстаздармен бірге кездесу жасаған кезде ол кісі осы білім саласын көтеру туралы көптеген, осы білім сапасын көтеру туралы көптеген мәселелерді көтерді, көптеген жобаларды іске асырды деп айтамыз. Ол кісінің еңбегін Астана қаласында мектеп басқарғанда, білім ғылым министрлігінде жұмыс істеген уақытта осы ақпарат құралдарын көріп жүрміз. Өзіміздің осы ұлттық тәрбие берудегі еліміздің жасөспірімдердің келешек балаларды тәрбиелеуде, білім беруде көптеген еңбектерін көріп, біліп естіп жүрміз. Ол кісімен енді осы ұстаздармен кездесу жасаған кезде өзінің басшы емес кәдімгідей бір етене жақын, ашық, жарқын кәдімгі сөйлесіп, мұғалімдердің осы ой пікірлерін тыңдап, ортаға салып, ақылға салып айтатын. Осы 22 жылдан бастап, осы облыс құрылғаннан бастап, осы қаншама облысымыздың мекемелерін, білім мекемелерін жоғары көтеру үшін еңбек етті. Бар күш-жігерін күндіз демей, түн демей атсалысты. Ұлытау облысына білім басқармасы келгеннен бері мынау орыс мектептерін аралас мектептерге біртіндеп қайтаран айналдыруға өзінің бар үлесін қосты. Қаншама мектептерді ремонт жасауға, күрделі ремонт жасауларға және шешілмей жатқан мәселелерді
осы облыстың алдына қойып, көп нәрселерді шешуге бар күш-жігерін аянбай еңбек еткен нағыз ұстаз деп айта аламыз. Әрине, бұл кісінің еңбегін біз жалпы осы Ұлытау облысындағы барлық ұстаздар білет деп айтамын. Өйткені бұл кісі туралы осы білім саласын көтеруде өзінің қажырлы еңбегі сіңді. Қаншама осы шалғай жатқан мектептерді және де әр осы қаланың мектептеріне балаларды әртүрлі жарыстарға апару үшін қаншама жаңағы мектептерге автобус бөлді. Оның өзі де осы кісінің еңбегі деп айтуға болады. 30 жылдан бері біз енді 97 жылы Қарағанды облысына қосылдық қой. Содан бері кешегі 22 жылға дейін біз осы Қарағанды облысында қарап келсек, осы жеке облыс болғаннан бері осы білім саласындағы тұралап қалған мәселелерді шешуге өзінің бар күш-жігерін салды деп айта аламын. Мұғалім жалпы үнемі ізденісте жүреді ғой. Әсіресе мына білім саласында жылт еткен жаңалыққа жанымыз құмар болып оқып, соны саралап жүреміз. Әртүрлі әлеуметтік желілерден озық республикамызға танымал педагогтардың сыр сұхбаттарын тыңдаймыз. Сондай кезекті бір сыр сұхбатта мен осы Сафура Сейдуалиевнамен алғаш сырттай таныс болдым. Әріптестерімен сұхбатында білім саласындағы түйткілді мәселелерді тарқатып, оның шешу жолдарын ұсынып, еркін форматта ой бөлісіп жататын. Осы кезде мен Сафура Сейдуалиевнаның алғырлығына, білімділігіне, өткірлігіне, қайтсек ұлттық мектепті дамытамыз деген ұлт жандылығына сырттай риза болып жүретінмін. Сондай жаңашыл, білікті басшы болып танылды. Ол кісі Астанада істейді. Мен осы пікірімнен қателеспеген екенмін. Кейіннен Ұлытау облысы білім басқармасының басшысы болып, өз өңірімді дамытамын, өз өңірімнің білімін көтеремін деп білек сыбана кірісті. Осы кезде жұмыс барысында жақын араласа бастадық. Семинар, конференцияларда қатар жүріп, көбінесе мен іс-шараларды жүргізуші ретінде соның басы-қасында жүргеннен кейін ол кісімен жақынырақ араластым. Тіпті бір-екі конференцияда өзара сұхбаттасып, ой бөліскеніміз бар. Міне осындай кездерде ол кісінің алғырлығына, ұлттық құндылықтарды, қазіргі мектептің жайын туралы мәселелер қатты толғандыратын, мені осы қызықтыратын. Енді мынау жасыратын жоқ. Қазіргі кез келген салада бір қатып қалған, қалыпты формадан шыға алмайтын жайттар бар ғой. Мысалы, субординация тағы бар. Басшысымен сөйлесу үшін қосшысымен сөйлесу керек алдымен. Сол сияқты кезеңде. Ал енді Сафура Сейдуалиевна бұл жағынан еркін болатын. Кез келген мұғаліммен кеңесіп, әріптес ретінде сөйлесіп кете беретін, ойын ашық айтатын, сыр тарта сөйлейтін, еркін болатын. Сондай кезде маған да ойларын ашық айтып, мынандай іс-шара болайын деп жатыр, соған қатысыңыз, атсалысыңыз, мынандай мүмкіндікті жіберіп алмаңыз деп үнемі қолдап, жалпы әріптестерін осылай жігерлендіріп отыратын. Ол кісі әлгі кейбір мәселелерді басшының кабинетінде шешу деген форматты ұстанбайды, еркін барынша және қарапайым. Мен білім беру басқармасының басшысымын демейді, кез келген мұғалімменен еркін қарым-қатынаста араласып жүретін. Яғни мұғалімдерге, осы оқушыларға жақын болатын. Мен осы жағынан ол кісіні жақсы білемін. Қазіргі білім саласында осындай білікті мамандар әрине аса қажет бізге. Жер бетінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмысшы ұстаздық ұлы Нәрсет Зейнолла Қабдол. Қарап отырсаңыз, қазіргі уақытта осындай білікті мамандар қажет. Адал басшы, іскер басшы, әділ, өзінің саласын өте терең білетін, мәселені
түбегейлі тамырынан қозғап, оның қалай шешу жолдарын ұсынатын осындай басшы еді. Мынау риясыз адалдық қымбат тұрады, алайда арзан бағаланады деген бар. Қолда бар алтынды бағалауымыз керек. Әсіресе қазіргі білім саласында осындай мықты білікті басшылар қажет ақ. Қазақта жақсы сөз бар ғой, жақсының жақсылығын айт деген. Сондай жақсы адамның бірі Сафура Сейдуәліқызы бүгін ой бөліскім келеді. Жалпы мен Сафура Сейдуәліқызымен осынау Ұлытау облысы болып жеке ашылған кезде 2022 жылы танысқан болатынмын. Сол жылдан бері жалпы өзінің елім деп, жерім деп, халқыма келіп қызмет етемін деп келген Сафура Сейдуәліқызы Ұлытау облысының білім саласында елеулі өзгерістермен, жаңалықтармен келді. Енді атап айтар болсақ, жалпы жастарды қолдауда, мотивация беруде, әр педагогпен жеке сөйлесіп, онымен жаңа бағыт бағдар беруде, проблемасын анықтауда, жол көрсетуде үлкен еңбек атқарған осы Ұлытау облысының білікті ұстазы деп білемін. Оған дейін де енді жалпы біз Қарағанды облысына қараған кезде де басшылар болды, бірақ бұл кісінің ол басшымын деп қана қарап отырмайды, барлық ортада, барлық жерде өзі білегін сыбана кірісіп кетіп, әрбір педагогпен бірге қатар жүруінің өзі біз үшін үлкен өнеге болды. Жаңағы қарапайымдылығы әсіресе, басшымын деп креслода отырмайды, қарапайымдылығы ерекше еді. Оның әрбір айтқан сөзі, ісі біз үшін үлкен өнеге болды, өнеге деп білемін. Енді мен өзім осы директорлық қызметке келер кезде Сафура Сейдуәліқызымен ақылдасып сөйлескен болатынмын. Сол кезде де ол кісінің дұрыс Динара, яғни білім саласын көтеруге өзіңдей педагогтер қажет. Сен енді тек өзіңнің үйренген, жинаған тергеніңді өзің ғана біліп қойып жүрмей, бір мектепке, сол мектептің ұстаздарына үйрететін, сондай жасқа келдің. Сондықтан да жаңағы алға тек кіріс осы істі баста деп маған қанат бітіріп, мені қолдаған, сол үшін де менің алғысым шексіз. Сонымен қатар кез келген бір жаңағы инстаграмнан, әлеуметтік желіден бір конкурстар көріп қалса болды, мынаған қатысыңдар, сендердің потенциалдарың бар, балаларыңды осыған дайында, мұғалімдеріңді мына конкурсқа қатыстыр деп үнемі менімен байланыс орнатып отыратын. Яғни ол нені білдіреді? Бұл жанашырлығын білдіреді. Әр балаға, әр ұстазға осы Ұлытау облысының білім сапасы көтерілсе екен деген ниетімен осындай әр директорды, әр ұстазды бағыт бағдар беріп бағалай білді деп айта аламын. Сонымен қатар әсіресе Ұлытау облысында түрлі креативті идеялардың бір бастамашысы болды. Мысалы, педагог-волонтер, қазіргі жүріп жатқан жобалар бар, репетитор оқушы, педагог-волонтер, тағы ментор мектеп деген сияқты түрлі жобалар бар. Міне солы бастау алып, соған жаңағы қолдау білдірген ұстаз деп білемін. Жалпы Сафура Сейдуәліқызын әлеуметтік желіде де ол кісі жайында айтылған пікірлерді барлығын көріп, оқып жүрміз. Яғни барлығы жаңағы баладан бастап үлкен кісілерге дейін, ата-аналарға дейін, әріптестеріне дейін бәрі қолдап жатады. Яғни ол кісінің өмірі босқа өтпегендігін, жалпы ұстаздық жолды таңдаудағы елеулі еңбек атқарғандығын көрсетеді. Осындай кісіден бағыт бағдар алғаныма мен өзімде қуанамын. Енді Сафура Сейдуәліқызы жалпы Ұлытау облысындағы білім сапасын көтеруде қай жерде кем-кетіктер болды, оны аңғарды. Және бізге де үлкен үміт артып, сіздер облыстық мектепсіздер, сондықтан да әсіресе олимпиаданы жақсы жолға қойыңыздар, олимпиада дайындаңыздар деп үнемі қолдап отыратын, және бағыт бағдар беретін, мотивация алатын біз ол кісіден. Бір таңғалатыны менің
энергияны қайдан алады деп ойлайтынмын. Иә, барлық жан жақты әр ұстазбен сөйлесу, оқушымен де сөйлесу, жаңа проблемаларын шешу, оның барлығын үлкен күш жігер, қайрат керек. Соның барлығын қайдан алады деп ойлайтынмын. Яғни ол кісі жұмысынан ләззат алды, жұмысынан қайрат, күш жігер алды деп ойлаймын. Өйткені ол өз мамандығын сүйіп келген нағыз ұстаз деп білемін. Сафура Сидуәлиқызы осы өз ісінің нақты шебері, хас шебері, осы қазіргі заманның нағыз батыр педагогі деп нақты айтуға болады. Ол кісі осы Ұлытау облысына ең алғашқы келгеннен бастап, негізгі мақсаты осы өңірдің мектептерін жаңа заманауи стандарттарға, қазіргі қоғамның шын сұранысына ие болатын, ата-аналардың сұранысына ие болатын шәкірттерді тәрбиелеу мақсатында ең түпкі идеясы осы болды. Және осы идеяны әрі қарай жүзеге асыру барысында мектептің, осы Ұлытау облысының мектептерін, ол мектепті басқарып отырған директорлерді зерделей бастады. Сол зерделей келе әр мектепке, әр басшыға өзінің бағыт-бағдарын беріп отырды. Міне сондай мектептердің ішінде, сондай жас басшылардың ішінде мен өзімді айта кетемін. Ең алғашқы рет ол кісі маған осы бірінші мектепті Жезқазған қаласындағы IT және STEM бағытында дамытуға өзінің ұсынысын берді. Және де өзінің дер кезінде тікелей көмегін қол ұшын созып, қандай бағытта дамыту керек екенін, қандай ресурстарды қолдануға болатындығын бар жағынан көмек берді. Сол кісінің бастамасымен Caravan of Knowledge деген үлкен бағдарламаның проектісіне, жобасына қатысып, бірінші жылы біз жобаға жалпы кірсек, екінші жылы соның нәтижесі ретінде үлкен грант жеңіп алдық. Соның нәтижесінде біздің мектептің оқушылары, ұстаздары өздерінің оқу үрдісінде STEM әдістерін тиімді пайдалана бастады. Оның нәтижесі қайда көріне бастады? Бізде оқушыларымыз ғылыми жобалардан күрт нәтижелер жоғары өсіп кетті. Бір жылдың ішінде 3 оқушымыз республикалық деңгейдегі ғылыми жобаларға барып, оның 2-і жүлделі орын алып келді. Міне осындай жаңалықтарды енгізіп, нәтижесін бірден көруге болатындығын осы Сафура Сидуәлиқызының қолдауымен мен тікелей өзім көре алдым. Сонымен қатар Финляндия еліне тағылымдамаға баруға да осы STEM жобасын Сафура Сидуәлиқызының бастамасымен жүргізілген, сол нәтижесінде мүмкіндік болды. Міне осының барлығы менің ойымша Сафура Сидуәлиқызының көрегендігі, дер кезінде кімге қандай бағытта көмек көрсету керек екен, қай басшы қолынан не келетіндігін көре алғандығы деп білемін. Сонымен қатар Сафура Сидуәлиқызы осы мемлекеттік, осы Ұлытау облысындағы мемлекеттік мектептердің тәуелсіз аккредитациялық рәсімінен өтуін жақсы қолдау көрсетті. Соның нәтижесінде Ұлытау облысында бірнеше мектептер осы 2 жылдың ішінде осы тәуелсіз аккредитация рәсімінен өтті. Сондай мектептердің ішінде біздің Жезқазған қаласындағы нөмір 1-ші мектепте болды. Сафура Сидуәлиқызы осы адамдардың бойындағы потенциалды көре отырып, соларға дұрыс бағыт-бағдар беріп, дұрыс маршрут қойып бере алады. Соның нәтижесінде әр адам өзінің бойында жасырын тұрған, әлі ашылмай тұрған бағыттарын жан-жақты аша алады. Міне сондай мен оны нақты өзімнің мысалында айта аламын. Мен Алибекова Сандуғаш Сәрсенқызы 2023 жылы осы Ұлытау облысының білім басқармасының әдістемелік орталығына директор орынбасары ретінде қызметке тағайындалып келгенімде Сафура Сидуәлиқызының облысты көтерудегі қажырлы еңбегінің нағыз куәгері болдым деп айталам. Себебі күзгі каникулдардың кезінде болсын, жалпы сабақ барысында болсын, Сафура Сидуәлиқызы ауылдарды аралап, аудандарды аралап, Қаражал қаласы бар, шалғайда жатқан, дәл солай Сатпаев, Жезқазған болсын, соның барлығын мұғалімдермен жеке-жеке кездесу ұйымдастырып жүрді. Бұл кездесудегі басты мақсат
мұғалімдермен жаңағы тренинг өткізе отырып, озық ойлы, озық тәжірибелі мұғалімдерді зерделеу болатын. Сол зерделеу жұмыстары арқылы Сафура Сейдуалиевна бізге де әдістемелік орталықтағы әріптестеріне де бағыт-бағдар беріп отырып, осы мұғалімдерді барынша дамытып, осы мұғалімдерді барынша тәжірибесін бөлісуге алаңдар ұйымдастырыңдар деп біраз бағыт-бағдар берген болатын. Сондай-ақ мынау жастардың, жас мамандардың өздерін жаңа ортада тануы үшін, еңбек жолын сапалы бастап кету үшін, оларға қандай да бір бағыт-бағдар беру үшін промұғалім антиконференциясы өткен болатын. Осы Ұлытау облысында сол жас мұғалімдерді жинаған кезде Сафура Сейдуалиевна басы қасында болып, мұғалімдердің жаңағы жұмыстарын ұйымдастырып, тренингтарына араласып, сол моменттің өзінде біз өте көп мықты жастардың келгенін өз көзімізбен көрген болатынбыз осы облысқа. Қазіргі таңда сондай-ақ Сафура Сейдуалиевна жалпы мұғалімдердің көшбасшылығына, оқу мен оқыту тәжірибесін жетілдіруіне барынша жағдай жасаған басшымыз болып деп ойлаймын. Ол жерде жалпы мектеп әлемін өзгертетін мұғалім болғандықтан, ол мұғалімге бағыт-бағдар беріп отыратын, қайткен күнде де ол басшы. Сондықтан Сафура Сейдуалиевна мектеп директорларының өз мұғалімдерін, өз ұжымын, потенциалын ашып, көшбасшылықтарын дамыта алу үшін алдымен директорларды шетелдік тағылымдамаларға жіберген болатын. Біздің облыстың біраз директорлары Ташкенттен, Финляндияға, Японияға, сондай-ақ Нью-Йоркқа барып, тағылымдамадан өтіп, өз мектептеріне өте жаңа бір тың идеялар алып келіп, сол идеяларды жүзеге асырып, эксперименталдық алаңдар ұйымдастырып, сондай мектептердің бірі мұғалімдердің, жаңа директорлардың тағылымдамадан өтуіне барынша қолдау жасаған басшы болды. Сондай-ақ Сафура Сейдуалиевна аудандарды аралағанда әрбір мұғалімнің үнін есту мақсатында сол мұғалімдердің үнін жалпы облысқа болсын, республика деңгейінде болсын таратуына жағдай жасады. Яғни көшбасшылыққа жағдай жасаған мықты, білікті маман деп ойлаймын, басшы деп есептеймін. Менің атым Абдимуратова Алмарым Ханна. Мен Ұлытау облысы білім басқармасының психологиялық, медициналық, педагогикалық консультацияның директорымын. Сафура Сейдуалиевна біздің облысымыздағы ерекше білімді қажет ететін және мүмкіндігі шектеулі балаларда өте үлкен бір көмек көрсетті. Бұл кісінің көмегі ауызбен толтырып айтуға тұрарлықтай. Әр ата-анамен, әр баламен күнделікті тұрмыс тіршілігінде, күнделікті жұмыс жағдайында үнемі байланыста болатын. Әр балаға өзінің шуағын, мейірімін төге алатын кісі болатын. Қаншама зуммен, қаншама онлайн, офлайн кездесулер өткізді. Әр ата-анаға деген өзінің бір қолғанатын, өзінің бір ерекше көмегін көрсете білетін кісі. ПМПК жұмысына да қаншама едәуір бір үлес қосты. Атап айтатын болсақ, әрбір жаңағында выездарда, көшпелі отырыстарда ол кісі өзі әр мектептің басшыларымен, әр мектептің ұстаздарымен тікелей хабарда отырып, әр баланың мүмкіндігі шектеулі, ерекше білімді қажет ететін балалардың сұрақтарын өзі жеке шеше алатын. Талай сол кісінің кабинетінде, білім басқармасында ата-аналармен кездесулер өтетін. Сол кезде ол кісінің бір-ақ сөзі болатын. Біз бюрократияға жол бермеуіміз керекпіз. Іс қағазлық болмау керек. Біздің алдымызда бала тұр. Тек қана сол балаға ғана жағдай жасауымыз керекпіз. Одан басқа артық ештеме керек жоқ. Осы кісінің сөзі сондай бір жүрекке жылы естілетін. Өзінің бір аналық махаббаты, өзінің бір мейірімділігі
адамның жүрегіне жол аша білетін кісі. Сондықтан Сафура Сейдалиевна өте қарапайым, өте мейірімді ана, үлкен әріппен жазылатын ұстаз деп айтуға тұрарлықтай кісі. Мен өзімнің ұстазым Сафура Төлекқызы туралы айтатын болсам, ол кісіні мен Қаныш Имантайұлы Сәтпаев атындағы нөмір 7 мектеп лицейінде оқып жүрген кезімнен бастап білемін. Бастаушан және жоғарғы сыныпқа өткен кезде бізде мектепте лицеистер кеңесі деген ұйым құрған оқушылардың. Сол ұйымның мен мектепте оқып жүрген кезде екінші президенті болдым, және әртүрлі бағыттағы министрлер болды. Сонда ол лицеистер кеңесінің оқушыларға берері өте мол болды. Біз сол кеңестің арқасында ең бірінші сол Сафура мұғалімнің бастамасы менен сол кездегі 5, 6, 7, 8 сынып оқушылары өмірді енді жақсы жағынан танып келе жатқан кезімізде осы аймағымыздағы Алашахан, Жошыхан кесенелері, Әулиетауды, Алтыншоқыны сол кісінің бастамасымен ұйымдастырумен ең бірінші көргенбіз. Және ол кісінің бізге тағы да бір үйреткені бізді ұлтжандылыққа баулыды. Ол кісі өзі ұлтын, елін, жерін ерекше сүйетін және сол бойында қадір қасиетті шәкірттерінің бойына сіңіргенді жақсы көретін керемет жан. Ол жай ғана басшы емес. Ол ұрпақтың бағытын өзгерткен тұлға. Ол мұғалімдер үніне құлақ түрген, директорларға сенім сыйлаған адам. Ол тарихта жүріп жатқан адам. Бұл Сафура Төлекова. Бұл жүректен шыққан көшбасшылықтың портреті. Бұл фильмде жүректің сөзі бар. Бұл фильмде ұстаздардың үні бар. Бұл фильмде Сафура Сейдуалиевнаның тағдырынан өрілген тұлға бар. Ұстаз уақыттан биік тұратын тұлға. Бұл бір адамның тағдыры емес. Бұл тұтас ұстаздар буынының айнасы. Бұл Сафура Сейдуалиевнаның жолы. Ол жол мектеп қабырғасынан басталып, министрліктің мінберіне дейін жетті. Бірақ бастысы жүректен шықты, жүректерге жетті. Ұстаздар қауымында кей адамдар үнсіз-ақ бағыт береді. Сафура Сейдуалиевна сондай адамдардың бірі. Көшбасшы болу бастық болу емес. Сенім болу, үлгі болу, жол көрсету, қолдау көрсету. Сафура Төлекова сол жолдың нұрлы шамы. Тарихты жылдар емес адамдар жасайды. Ұстаздар ұлттың үнін болашаққа жеткізуші елшілер. Сафура Сейдуалиевна сол үннің айқын тембрі. Бұл фильм алғыс емес, естелік емес. Бұл фильм аманат.